Қайырлы күн, қазақ елі қалдарыңыз қалай? Менің бүгінгі үндеуім елімізде соңғы уақытта қатты талқыға түсіп жатқан блогерлер менен стримерлердің жағдайы. Өз танымалдылықтарын, өз еңбектерімен тапқан блогерлер мен стримерлер. Мен сіздердің әрине қоғамға әсер ететін әртүрлі жаңағы құйтырқы, жаңа тәлім тәрбиеге, отбасылық құндылыққа әсер ететін іс-әрекеттеріңізге қарсымын. Бірақ сіздер қазір саясаттың сайқалдығына құрбан болып жатырсыздар. Сіздерді мынау елдегі сайқал саясаты бар үкіметтің жауапкершілігіне тартқызған ол алаяқ, доносчик, донос жасағыш қатын Гүлеке Қасым. Гүлеке Қасым 20-21 жылдары көше қозғалысына және ДВК партиясына қолдау білдіріп, ақша аударып, және сол партияның мүшелерінің арасында отырып, сол чаттардағы нағыз көзқарасы дұрыс, халық үшін сөйлеп жүрген бір талай адамды 405-пен соттатқан 200-ді донос жасап, сол жерде отырған, чаттағы отырған белсенділер туралы ақпаратты КНБ-ға, яғни мемлекетке, үкіметке жеткізіп отырған 200-ді КНБ-ның тетушкасы. Қазіргі таңның өзінде Гүлеке Қасымның негізгі үкіметтен алған, КНБ-дан алған тапсырмасы Қазақстанда қандай мәселемен халықтың басы бірігеді, соның арасына кіріп, оларды ұйықтату үшін жұмыс жасап жүрген 200-ді қатын. Бір шетінен мемлекеттен, үкіметтен жаңағы бұйрық алып жұмыс жасап жүрсе, бір шетінен халықтың қалтасынан ақша алып жұмыс жасап жүр. Оған дәлел наркотикпен сотталған, курьерлік қызмет атқарам деп наркотикпен сотталған аналардың арасына кіріп, бірталай ақшаны жинап алып, оларды ұйықтатып, балалары сотталып кетті. Екінші мәселе, әртүрлі жаңағы топ-топпен бөлініп, өзінің наразылығын айтып жүрген қазақтардың барлығының солай ұйықтату үшін арнайы жіберілген жендет. Ол одан кейін 608-дің мәселесінде солай жасап, бір МРП ақшаны жинап алып, жұмыс жасады. Одан кейін жаңағы Асар баспанаға да солай жұмыс жасады. Гүлеке Қасымның негізгі мақсаты халықтың басын біріктіріп, шешуге міндетті үкіметтің жұмысын жасатпау, үкіметтің жауапкершілігінен алып тастау. Гүлеке Қасымның негізгі мақсаты халықтың басын біріктіріп, үкіметке барып сұратпау. Сол үшін үкіметтің тарапынан жіберілген жендет, ол алаяқ қатын, ол 200-ді қатынды ертең мына үкімет өзгерген кезде Қазақстанның ішіндегі жүрген бұрыннан 2000 жылдан бері келіп жатқан белсенділер, яғни Гүлеке Қасымның іс-әрекетімен сотталып, отталған белсенділер жауапкершілікке тартады. Гүлеке Қасым өте көп адамға өзінің осы 200-ділік іс-әрекетіменен зиянын тигізген. Сондықтан Гүлеке Қасымның артындағы жүрген мына 70 қатын, олар туралы да информациялар бар. Бұлар әдейі сіздердің араларыңызға кіріп манипуляция жасап, провокация жасап, сіздерді жаңағы үкіметке ұстап, жаңағы ауыздарыңызды жабу үшін, бастарыңызды бірікпеу үшін қысым көрсетеді. Гүлеке Қасым әдейі жалғызбасты аналарға провокациялық жолменен, әртүрлі құйтырқы әрекеттерменен үкіметке барып қоймасын деп жала жабады. Даже біле білсеңіздер, белсенді жалғызбасты аналардың қойнына еркектерді жіберіп, олардың фотоларын, видеоларын түсіріп, немесе алкогольдік ішімдерді ішкізіп, сен балаңа қарамай арақ ішіп жүрсің, аналық құқыңнан айырамын деп те қоқан лоққы көрсетіп, аналардың басын біріктірмеуге жұмыс жасап жүр. Сондықтан достар, Гүлеке Қасым ол мына ұры-қары жүйенің жендеті. Оған сенбеңіздер, оған отписка жасаңыздар. Қазіргі таңда Гүлеке Қасымның қолыменен блогерлер, стримерлер қысымға ұшырап жатыр. Менде Гүлеке Қасымның істеген қылмыстық іс-әрекеттері бар. Қажет десеңіздер, мен оның барлығын телеграмнан алып, халықтың арасына кіріп, үкіметті жамандап, және халықтың арасына кіріп, үкіметпен күресу
үшін ақша жинаған дәлелдері де бар. Гүлеке Қасым қылмыскер. Гүлеке Қасым 200-ділікпен үкіметтен бір ақша, халықтан бір ақша алып, екі ортада отырған қатын. Гүлеке Қасым туралы қылмыстық іс-әрекеттерді жарыққа шығару үшін сіздерге көмек керек болса, менде көптеген информациялар бар, достар. Және Гүлеке Қасымның қолыменен жапа шеккен қазақтар өте көп. Сондықтан блогер, стримерлер сіздерді сайқал саясатқа араластырып, қазір қысым көрсетіп атқан ол донос жасағыш Гүлеке Қасым. Гүлеке Қасымның бүкіл ақпарат құралдарын бұғаттап, ол кісінің жаңағы халықтың арасында жүріп жұмыс жасауын тоқтатуымыз керек. Бірақ міндетті түрде бізде алдыңғы уақытта үкімет өзгереді. Сол кезде Гүлеке Қасым өте үлкен жауапкершілікке тартылатын болады. Ал қазіргі таңда Гүлеке Қасымның жанына жолап, онымен бірге ешқандай да бір жұмыс жасауға араласпаңыздар. Ол бір топтағы отырған нағыз жанашыр, нағыз ақиқатшыл, мына үкіметке қарсы көзқарасы бар қазақтың бәрін соттатып, үнін өшіру үшін жұмыс жасап отқан 200-ді қатын. Түсініңіздер ма? Гүлеке Қасыммен бірге бір чатта отырмаңыздар. Ол сіздерді қамату үшін әртүрлі құйтырқы әрекетке барады. Жалғызбасты аналар үкіметтен жағдай сұрамасын деп, әдейі сол жалғызбасты аналардың ішіндегі белсенді ананы подставить етіп құйтырқы әрекеттерге барып жатыр. Балаларының алдында ұятқа қалдыру үшін, немесе жаңағы жыныстық қарым-қатынасқа шейін итермелеп отқан ол Гүлеке Қасым. 70 қатынымен бірге. Сондықтан Гүлеке Қасымның чатында отырып, Гүлеке Қасыммен бірге жұмыс жасап, жетістікке жетеміз деген ойдан арылыңыздар. Ол әртүрлі құйтырқы әрекетпен барады, өзінің бас пайдасы үшін және мына ұры-қары жүйенің ғұмырын ұзарту үшін. Сондықтан достар, Гүлеке Қасымнан аулақ жүріңіздер. Ол 200-ді қатын, оны Құдай атады ертең. Гүлеке Қасымды Құдай атады. Ол қаншама қазаққа өзінің іс-әрекетімен зиянын тигізіп жүрген қатын. Сондықтан ол кісіден отписка жасап, чаттардан шығыңыздар, бастарыңызға бәле тілейсіздер. Сондықтан достар, менің де қазір 2 аккаунтымды банға жіберді. Осы Гүлеке Қасымның қолымен жасалынып отыр ол. Мен эфирға шыға алмаймын. Мен кірген эфирдің подписчиктері, көрермендері азайып қалып жатыр. Себебі халықтың басы бірігіп, 2000-дап, 3000-дап отырған эфирлардың барлығын жойып, халықты әрі қарай ұйықтату үшін, мынау жаңағы үкіметтің сайқал саясатын жүргізу үшін құрылтайды амалдап өткізіп, ұлттық қордан ақшаны тонап, дайындық жасап жатқан үкіметке қолдау білдіріп, халықтың басын біріктірмеуге, халықтың көзін ашпауға жұмыс жасап отыр. Осы видеоны достар таратыңыздар. Стример, блогерлерді астына тіркеңіздер. Стример, блогерлер, сіздер сайқал саясаттың құрбаны болып жатырсыздар. Бұған дейін саясатпен араласпайтын едіңіздер, бірақ сіздерді Гүлеке Қасым сайқал саясаттың ішіне тығып жіберді. Сондықтан күш бірлікте бұндай Гүлеке Қасым секілді алаяқ 200-ді доносшы қатындарды қоғамның ортасынан, халықтың ортасынан аластатуымыз керек. Біз тек қана ақиқатты айтып, жақсы өмір сүру үшін күресіп жүрген қарапайым халықпыз. Сондықтан достар, көздеріңізді ашыңыздар, Гүлеке Қасымның жанына жоламаңыздар. Гүлеке Қасым секілді қатынға жоласаңыздар, қарасы жұғады сіздерге. Сөздің ашығы. Гүлеке деген қатынға жоламаңыздар, қарасы жұғатын қатын, өте қара қатын, іші де сырты да істеп жүрген әрекеті де қап-қара ниеттегі жаман қатын, доносчик қатын. Сондықтан Гүлеке Қасымнан аулақ жүріңіздер.